апайым ғана ағаш сияқты, бірақ сол бір шоқ жиде мен үшін тұтас өмірдің бейнесіндей. Ол шам мен дауылдың ортасында жалғыз тұрса да тамырын тереңге жайған. Ол ешкімге өкпелемейді, ештеңеден шошымайды, тек өз табиғатына адал. Мен де сол жиде сияқты болғым келеді. Тағдырдың тосын мінезіне мойымай, сынбай, иілмей өмір сүргім келеді. Әр адамның жүрегінде бір шоқ жиде бар шығар. Біреу үшін ол үміт, біреу үшін сағыныш, біреу үшін бала күннің тәтті естелігі. Ал мен үшін төзім мен өмірдің шынайылығының белгісі. Өмірдің ащысы мен тәттісі араласып жатыр. Адам кейде сүрінеді, кейде көтеріледі. Бірақ бастысы түпкі тамырдан ажырамау, өз бастауынан, өз болмысынан алыстамау. Бір шоқ жиде бізге соны үйретеді. Мен сол жиде ағашы сияқты болғым келеді. Тұғырлы, мызғымас, тек қана өз жолыммен жүретін. Ал бұл өмірде менің жолым әлі анықталмаған сияқты. Бірақ мен оған барар жолды табамын. Қалай? Бұл сұрақтың жауабы менің жанымда. Әбіш Кекілбаев қазақтың тарихын, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын жетік білген. Оны шығармаларына арқау еткен жазушылар қатарында. Бір шоқ жиде, бір сөзбен айтқанда өмір туралы. Жазушы Тілеудің тағдырын сөз ете отырып, қазақтың ұлттық құндылықтарын баян етеді. Шығарманың өн бойында мақал-мәтелдер де көп кездеседі. Повестің атауы да терең мағынаға ие, адамға ой салып, жалған дүниені түсінуге сеп болатын шығарма. Егер сізді осы шығарма қызықтыра алған болса, толық нұсқасын мына сілтеме арқылы оқуларыңызға болады.